Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы графикалық редактормен танысу құрал жабдықтары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты компьютерлік программалар қолданушының міндеттерді шешу үшін қажет екенін түсіндіру. Олай болса, балалар, ойланайық. Графика дегенді қалай түсінесің? Графикалық бейне дегеніміз не? Графика гректің жазамын, сурет саламын деген сөзіне шыққан. Графикалық бейнелерге сызбалар, диаграммалар және тағы да басқа фигуралар жатады. Балалар, бүгінгі сабақта үйренетініміз графикалық редактор дегеніміз не? Paint графикалық редакторы, Paint редакторын іске қосу, Paint редактор терезесімен танысу және сурет салу кезеңі. Графикалық редактор дегеніміз не? Графикалық редактор графикалық бейнелерді салуға және өңдеуге арналған программа. Компьютерлік графика мынандай болып екі топқа бөлінеді. Бірінші, екі өлшемді графика және үш өлшемді графика. Екі өлшемді графика, растрлық графика, векторлық графика және фракталдық графика болып үш топқа бөлінеді. Келесі тапсырмамыз Paint графикалық редактор және бағдарламаны іске қосу. Paint растрлық бейнелермен жұмыс істеуге арналған графикалық редактор. Бағдарламаны іске қосу үшін іске қосу барлық бағдарламалар стандартты Paint командалар тізбегін орындау қажет. Paint редакторының терезесімен танысайық. Мәзір жолағынан тұрады. Тақырып жолағынан тұрады. Сурет салу құралдарынан тұрады. Түстер палитрасынан тұрады. Сурет салу алаңы және қалып күй жолағы. Сурет салу кезеңдері мынандай кезеңдерден тұрады. Бірінші, сурет салу барысында құралдар тақтасынан қажетті құралды таңдау. Екінші, түстер палитрасынан түстерді таңдаймыз. Үшінші, сурет салуға кірісеміз. Төртінші, суреттің керек емес бөлігіне өлшегіш құралын қолдану. Олай болатын болса, балдар, Paint редакторында жұмыс жасау үшін бірінші бағдарламаны іске қосып аламыз. Мысалға, үйдің суретін салатын болсақ, фигуралар жиынтығынан төртбұрышты құралын таңдаймыз және түс таңдап өзімізге қажетті үлгіні саламыз. Ары қарай шатырын салу үшін сызық құралын таңдаймыз. Үйге шартақ салу үшін қажетті фигуралардың ішінен төртбұрышты құралды таңдаймыз және түс таңдап өзімізге қажетті үлгіде шартағымызды тұрғызамыз. Енді үйіміздің есік терезесін салу үшін төртбұрышты құрал таңдаймыз және түс таңдап үйіміздің терезесін және есігін саламыз. Ары қарай үйімізге талды орналастыру үшін түсті таңдап өзімізге қажетті ағашымызды тұрғызамыз. Осы салынған суреттегі үйімізді бояу үшін бояу құйғышты алып, өзіміздің қажетімізше бояймыз. Және осындай үлгіде қарапайым суреттерді Paint редакторында салып жалғастыруға болады. Оқушылар, мынандай сұрақтарға жауап берейік. Графика және графикалық бейнелер дегеніміз не?
Екінші, графикалық редактор деген не? Paint редакторын қалай іске қосамыз? Оқушылар, экранда сіздерге Paint редакторының терезесі берілген. Бос ұяшықтың ішіне сіздер терезе бөліктерінің атауларын жазасыздар. Бұлай болатын болса, бірінші, мәзір жолағы, екінші, тақырып жолағы, үшінші, сурет салу құралдары, төртінші, түстер палитрасы, бесінші, сурет салу алаңы, және алтыншы, қалып күй жолағы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгін балалар сабағымыздан не меңгерді? Графикалық редактор туралы мәліметтерді алдық. Paint графикалық редактор қызметін білдік. Paint редакторын іске қосу жолдарын үйрендік. Paint редактор терезесімен таныс болдық. Сурет салу кезеңдерін үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.